Kinder сюрприз тарихы. Бұл өзіне деген адалдық пен өмірге деген құштарлықтың тарихы. Жетістікке жету үшін тек еңбек етіп қана қоймай, үнемі ізденіс үстінде жүрудің қаншалықты маңызды екенін көруге болады. Ішінде сыйлығы бар шоколад жұмыртқаның қалай пайда болғаны туралы айтпас бұрын Микеленің әкесі Пьетро Феррероның өмір тарихын айта кеткен жөн. Ол бүгінде бәріне танымал Нутелла, Рафаэлло, Дик-так тәттілерін шығаратын Ферреро фирмасының негізін қалаушы. 1940 жылдардың өзінде Пьетро мырза елімен және ағасы Джованнимен бірге түрлі кондитерлік өнімдер жасап, ішіне неше түрлі ингредиенттер қосып дайындап жүреді. Өнімдерін сатып пайда тауып, ақыры атағы гүлі Италия. Жер жарады. 1946 жылы Альбада алғашқы фабрикалар ашылып, 10 жылдан кейін халықаралық деңгейге шығады. Ферреро өнімдеріне деген сұраныс қанша жерден жоғары болса да, Пьетро әр қиындықты ауыр көтеретінін. Бірде сел жүріп, фабриканы су басуға аз-ақ қалады. Жағдай бірден қалпына келтірілгенімен, Пьетро Феррероның жүрегі ауырып қайтыс болады. Пьетроның өлімінен соң басшылыққа ағасы Джованни келеді. Бірақ 1955 жылдары компанияға бәсекелестік күшейіп, жағдайы ауырлайды. Бизнесін қалпына келтіріп, нөмірі біріншілердің қатарына қайта келгенімен, ұзақ уақыт бойға күйзелістің салдарынан денсаулығы құртылып, бірнеше айдан соң Джованни де көз жұмады. Әкесі, одан соң ағасы қайтыс болған 24 жасар Микеле Ферреро билік тізгінін өз алады. Ол компанияға жаңа тыныс сыйлады десе болады. Микеленің ойлап тапқан тың идеясы Kinder сюрприз ет. Бір айта кетерлігі, шоколад жұмыртқа арқылы жаңалық ашылды деуге болмайды. Себебі итальяндықтар Пасха кезінде балаларына арнап жұмыртқа түріндегі тәттілер дайында, ішіне сыйлықтар салатын. Kinder сюрприз дайырлау жұмысы қызу басталып та кетті. Бұл өнімге өте көп мөлшерде сүт қосылады. Сүт және ақ шоколадтан жасалған қабаттың ішінде жұмыртқа формасындағы сары қаптама бар. Ал оның ішінде бәрімізге белгілі ұсақ ойыншықтар бар. Компания бірден өнімді патенттеп алады. Ішіндегі ұсақ ойыншықтарға қатысты айтар болсақ, оларды швейцариялық дизайнер Генри Рот жасайтын. Тәттілердің ішінде жасырынған әдемі ойыншықтардың көпшілігі Роттың қолынан шыққан. Алғашқы сыйлығы бар жұмыртқалар 1972 жылы жарыққа шығарылды. Дүкенге түскен сағатында сатылып кеткен. Киндердің тарихы осылай басталады. Ойыншықтарынан екінің бірі коллекция жинайды. Тіпті кейбір сирек кездесетін даналарының бағасы бірнеше мың доллар тұрады. Kinder сюрприздің 90 мың ойыншығы бар коллекциясы 2007 жылы eBay аукционында 30 мың еуроға сатылған еді. Микеле тек қана мықты басшы ғана емес, ардақты отағасы да бола білген. Ұлдары дүниеге келген сәт әкесімен асының құрметіне есімдерін Пьетро және Джованни деп қояды. Кіші Пьетро Микеле бизнестен қол үземін деп шешкен сәтте басшылыққа келеді. Бірақ 2011 жылы 49 жасар кіші Пьетро оңтүстік Африка Республикасына сапармен барған кезінде жүрек талмасынан қайтыс болады. Ұлының өлімінен соң Италиядағы ең бай адам байлығы 17 миллиард долларға бағаланған 85 жасар Микеле Ферреро тізгінді қайтадан өз алады. 2015 жылы Микеле 89 жасқа қараған шағында Италияда көз жұмады. Kinder сюрприздің сатылымына ақш-та тыйым салынған себебі 1938 жылы қабылданған заң бойынша тамақтың ішіне жеуге болмайтын бөлшектер салуға болмайды. Климаты ыстық елдер үшін баяу еритін жұмыртқалар шығарылады. Олар Kinder Joy деген атауға ие. Ферреро компаниясының балаларға арналған барлық өнімдері Kinder деп басталады. Ал атауының екінші бөлігі сатылатын еліне байланысты өзгеріп отырады. Шығарылғанына 30 жылдан асқан Kinder сюрприздің 30 миллиардан астам данасы сатылған. Бельгиялық Алан Фонтейн есімді қасапшы да өзінің Kinder сюрпризін шығарады. Ол оны сәлемейден жасайтын көрінеді. Жұмыртқада сыйлығы да үлкенірек. Жылына сатылымға 100-ден аса Kinder ойыншықтар түседі. Олардың ішінде пластмассадан, ағаштан, темірден жасалған түрлері де бар.